Қалдарыңыз қалай, құрметті көрермендер? Мен сіздерге бүгін WhatsApp Инструктор. арқылы, яғни WhatsApp мессенджер арқылы қалай Zoom сияқты демонстрация экраны жасап сабақ өтуге болады онлайн кезінде немесе басқа да конференцияларда өз экраныңызды көрсетіп қалай сабақ өтуге болады соны көрсетейін деп отырмын. Міне мен қазір балаларым, оқушыларым кіріп жатыр сабаққа. 7-ші сынып айзопымен өтейін деп жатырмын сабақты. Қазір мен балаларым кіріп жатыр. Экранды көрсету үшін мына жерде сіздерге окно, өздеріңіз ашып қойған окнолардың қайсысын көрсету керек деп сұрайды. Жоғары жаққа барасызда общий доступ к экрану дегенді басу керек. Сосын экранды таңдау керек. Мына окей көрдіңіздер ма? Басылмайды. Сосын экранды таңдап барып окейді басасыздар. Осылай шығады. Енді экранның астың жағындағы окнолардың ішінен қайсысы керек, соны ашып аласыз өстіп. Балаларға уже менің экраным көрініп тұр, себебі мен олардан сұрап отырмын. Даусым естіліп тұр ма, экраным көрініп тұр ма деп барлығын сұрап отырмын. Міне балалар маған көрініп тұрғанын айтып жатыр. Одан кейін өзімнің жаңа ашып қойған кітабым бойынша, онлайн кітап бойынша сабақ өтіп жатырмын. Мына жерде балаларға неше бала отырғанын тексерейін дегім. Мына Zoom сияқты жаңағы балалар нелер көрініп тұрады екен, жақта неше бала отырғаны. Экранын жаңағы былай да қай бұрышқа сізге ыңғайлы, сол жерге жылжытып қойсаңыз болады. Әрине өзіңіздің экраныңыз ол уақытта өшіп қалады. Демонстрация экраны жасағанда сіз балаларға көрініп тұрмайсыз, және балалар да өздерінің экрандарын, микрофондарын өшіріп қосып, солай өздері отыра береді сабақта. Міне бір оқушы экранын қосты, қазір жаңа оқушылар экрандарын қосып тоже көріп жатыр. Оларға да енді бірінші рет бұлай сабақ өту, сондықтан өте қызық. Сосын жаңағы неше бала отырғанын осы жоғары жақта сол жақ бұрышта иконка тұр ғой, соған басып жанына просто нені стрелканы жақындатсаңыз бала саны көрініп тұрады. Мына жерде мен оқушыларға кітаптарымды ашып, осы бетті ашып, жаңағы тақырыпты ашыңдар деп жатқан кезім. Менде онлайн кітап болғандықтан кішкене жаңа тақырыптардың орындары, беттері кітапта ауысып кеткен екен. Соны табындар деп жатыр. Міне жақындатсаңыз микрофонды өшіруге, өзіңіздің камераңызды қосуға, тағы да демонстрация экранын тоқтатуға мүмкіндік беріледі, және неше бала отырғанын тексеруге болады. Сосын басқа беттерге де, басқа окноларды да ашып отыра бересіз. Және бұл жерде видео көрсетсеңіз де балаларға Zoom сияқты дауысы естіліп тұрады. Одан кейін Zoom сияқты жарты сағатта өшіп қалмайды. Өзіңіз жаңа WhatsApp'та неше сағат, мысалы WhatsApp'та қаншақ бір сағат па өшетіні, сөйлесіп отырған кезде соған дейін жаңағы сөйлесіп конференция құрып отыра бересіз. Міне мен уже басқа окноны ашып ереже бойынша түсіндіріп жатырмын балаларға. Олар осыны көріп жаңағы түсінгендерін бойынша маған жауап беріп жатыр. Қазір мен тағы бір басқа окноны ашамын. Ол сіздерге көріну үшін соны көрсетейін дегем. Менде қазір басқа окноны ашам. Wordwall'ды дайындап қойған болатынмын. Әрине окнуларыңызды алдын ала дайындап қойыңыздар, себебі ашылмай қалуы әбден мүмкін. Сабақты қалай өтесіздер, не істейсіздер барлығын алдын ала дайындап және ашып қойыңыздар. Сосын кезек аша саласыздар. Міне балалар маған жауап беріп болды. Енді мен Wordwall'ды басқа нені аштым. Әрине менің астында ашып отырған нелерім сіздерге көрінбейді. Себебі мен экранның осы бетін ғана жаңағы запись экраны жасағанда түсірген болатынмын. Міне мен ашып отырған окноларым осы астыңғы жағынан өздеріңіз жаңа компьютерді ашып отырған сияқты аша бересіздер. Сосын балалармен бірге балалар жаңа жауабын маған айтып отырады. Мен Wordwall'да тапсырмамды жасатып жатырмын. Балаларға өте қызықты болды. Тапсырманы жаңағы түсінгендерін закреплять ету үшін осы Wordwall'да тапсырма жасаттым. Міне көріп тұрғандарыңыздай қайтадан бағанағы сабаққа көшіп, бір қайталап шығып, кітаптағы тапсырмаларды оқушыларға беріп жатырмын. Және де мына оқушылар отырған иконканы тоже ары-бері жылжыта берулеріңізге болады. Ол бір жерде қатып тұрмайды. Төмен жаққа да, үстіңгі жаққа да, жан жаққа жылжытып сабақтарыңызды өте бересіздер. Сосын жаңағы тоқтататын кезде әрине тоқтатасыздар. Демонстрация экранын өшіріп. Сосын балалар өздері шығып кіріп отыра береді. Сіздер просто группаға видеозвонок жасай саласыздар. Сол группаға кіресіздер де, видеомен жаңағы телефонның жоғары жағында суреті тұрады ғой. Сол видеоға бассаңыздар, групповой звонок кетеді. Кім жауап бере алады? Бала кімге WhatsApp звонок барып тұр, сол бала телефонды көтеріп, кәдімгідей Zoom'дағыдай сабақта отыра береді.
Міне енді мен сабақтардың барлығын түсіндіріп болдым. Енді ары қарай уже асинхронно, енді синхронно жаңағы өздері WhatsApp-тан орындайды. Мен Аха. біз Ал үй демонстрация тапсырмасын экранын тоже өшірдім. сізге жіберіп Балалармен или былай мектепке камерамен барғанда сөйлесіп көрсетеміз ба? отырмын, тапсырмаларды беріп. Осының ішінде жаңа төмен жақта тұр ғой, яғни демонстрация экраны дегенге кіресіздер. Міне мен көрсетіп Аха. тұрмын осы жерде. Жаңағы көп адам нелері тұр. Міне екінші домалақ, ол демонстрация экраны, потом видеоны өшіру, қосу, и сосын жаңағы микрофонды өшіріп қосу деген знактар тұр астында. Сосын қызылмен звонокты өшіру, яғни аяқтау, конференцияны аяқтайсыздар. Міне мен балаларға уже тапсырмаларды түсіндіріп, конференцияны аяқтаймын. Аха. Балалар өздері микрофондарын қосып өшіріп, камераларын қосып өшіріп отыр. Аяқтадым.